Келесі сөз сұрақ қою үшін депутат Алтынбек Нұхұлына беріледі. Рахмет, Сүйіндік Тасеменұлы. Менің сұрағым энергетика министріне арналады. Қазақстан қалаларындағы, оның ішінде Екібастұз қаласындағы апатқа байланысты 2,5 ай бұрын бір топ депутаттар атынан сауал жолдаған болатынбыз. Қазақстан экономикасының энергетикалық орталығы, яғни электр қуатының жартысынан жуығын, сонымен қатар көмірінің жартысынан астамын беріп отырған Павлодар облысы, Шерхан Мұртаза ағамыз айтпақша, алтын сандық үстінде жалаңбұт отырған екібастұздықтардың ахуалы бәрімізге сын болып отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Екібастұз тұрғындарының пәтерлерінде және қаладағы әлеуметтік нысандарда температуралық режим тұрақтандыру бойынша шаралар қабылдануда. Алайда жылумен қамту толық түрде іске асуына жылдар бойы қордаланып қалған жүйелі мәселелер кедергі болып жатқанында білеміз. Осы айтқандарға байланысты әрі тиімді өңірлік саясат жүргізуде екібастұздықтардың рөлі зор екенін ескере отырып, келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Бірінші, жылумен жабдықтау жүйелеріне техникалық аудит жүргізілуі және оның қорытындысы шықпай неліктен созып отырмыз. Екінші, қалада жылыту маусымы аяқталғаннан кейін басталатын кең ауқымды жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобамен қанша миллиард қаржы қажет және оған құрылтайшысы Александр Клебанов болатын компания қаражаттың қанша пайызын мойнына алмақшы. Келесі қыста екібастұздықтар көңілдері алаңдамай қарсы алатын жағдай жасалады деп айта аласыз ба? Рахмет. Болат Туралы. Сұрағыңызға рахмет. Енді алдын ала айтайын, мемлекет басшысының тапсырмасына байланысты біздер осы аудит және яғни бұл тексеріс жұмыстарда бүкіл жылу орталықтарын тексерудің 1-тоқсанның аяғына дейін аяқтауға міндетпіз. Бұл яғни басқа сөзбен айтқанда осы наурыз айының аяғына дейін осы жұмыстар жүргізіп жатыр. Осы қасымда отырған дүниежүзілік банктың өкілі отыр. Соның көмегімен қаражатты бөлімде қазіргі уақытта осы біріккен топ бүкіл осы 37 жылу орталықтарын тексеріп жүр. Оның нәтижелерін біздер осы айтқандай 1-тоқсанның аяғына дейін күтеміз. Екіншіден, бұл қанша қаражат шығатынды ремонтқа, оны да анықтау керекпіз. Ол да бір осы аудиттің бір бөлшегі жұмыстың. Жалпы сомасын айтуға да болады, мысалы, бірақ ол өте нақты сома емес. Мұның зерттеу жұмыстарын аяқталған соң белгілі болады. Қаншама қаражат жылу орталығының қазандықтарына бөлу керек, қаншаның қаражаттың қаншасын жылу жүйелерге бөлу керек. Оның бәрін нақты дөп сомаларға тоқтап, соны іске қосу керек. Және өзіңіз айтқандай, 1-тоқсанның аяғының неге ол аудитті бітіруіміз керекпіз, оның себебі. Ал соңғы сұрағыңыз, қазіргі Екібастұз станцияның иесі өзі ақша қаражат бөле ме, жоқ па деген сөз, ол да қазір қарастырылып жатыр. Әрине, бірінші оларға міндет, бұл станциялармен және жылу жүйелерді жөндеуге және қаражат бөлуге оларда міндет. Соның қазір қай жолымен яғымаса бірігіп жасамыз ба, яғымаса өзі қаражатын бөле ме, ол әлі анық емес, келіссөз жүргізуде қазір. Рахмет. Рахмет.